Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Фируза. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалатын өте керемет, дәмді болып шығатын, жылдам әзірленетін печеньяның рецептісімен бөлісемін. Бұл печеньяны күнделікті шайға дайындасаңыздар өте керемет болып кетеді, және қонақ келгенде де жылдам әзірленетін печеньялардың бірі. Іші қарасаңыздар, іші хрустящий, үгілмелі, өте дәмді және қанша уақыт тұрса да қатып қалмайтын печеньялардың бірі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен іші таза құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып саламыз және бір пиаладай қантымызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Біздің қантымыз осылай еріп, жұмыртқа екеуі осыны аппақ көбік болғанша араластырамыз. Одан кейін үстінен жарты стакан сұйық майымызды қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 2 ас қасық қаймағымызды саламыз. Қаймақтың проценті маңызды емес, кез келген қаймақты сала берсеңіздер болады. Егер қаймақ болмаса, орнына майонез немесе айран қоссаңыздар да болады. Қаймақ қоссаңыздар, печеньяларыңыз жұмсақ болып тұрады. Үстінен 1 шай қасық разрыхитель, яғни қопсытқышымызды саламыз және електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Міндетті түрде ұндарыңызды електен өткізіп қосыңыздар. Сол кезде сіздердің пісірген тәттілеріңіздің барлығы өте ойдағыдай жақсы болып шығады. Міне біздің қамырымыз осындай жұмсақтықта иленуі тиіс. Енді осы илеген қамырымызды 10 минутқа тындыра тұрамыз. 10 минуттан кейін тынған қамырымызды алып, жаямыз. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Тым жұқа емес, орташа жұқалықта әдемілеп қамырымызды жайып аламыз. Міне біз қамырымызды осындай жұқалықта жақсылап жайып алдық. Енді жайып алған қамырымызды осындай арнайы кескішпен кесіп шығамыз, немесе өз қалауларыңызша әртүрлі формада кесіп шықсаңыздар болады. Мен жүрекше формасына келтіріп жасадым. Енді кесіп алынған қамырымызды противеньге орналастырып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 20 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің печеньяларымыз осындай болып пісіп шықты. Енді осы пісіп шыққан печеньямызды мен шоколад пен сары майды ерітіп, осы печеньямыздың жартылай бөлігін шоколадымызға малып батырып алатын боламын. Өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады, немесе дәл осылай дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша. Міне біздің печеньямыз осындай керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.